ютубқа арналған менің алғашқы влогым осындай қарапайым телефонмен және де өз-өзіме дәлелдегім келеді. Бастап кету мүмкін, даже без петлички, даже дайындықсыз, жай ғана өзімнің ойыммен бөліскім келіп тұр. Бұл просмотр жинала ма екен, жиналмай ма екен көргім келіп тұр. Армандау туралы айтқым келеді. Армандаудың маңызы. Кейбір адамдар армандаудан қорқады, армандай алмайды десем де болады. Бірақ сол нәрсені қалай жасаймыз? Ең алдымен, әрине мен де қорықтым армандауға. Үлкен бір армандар, үлкен үйде тұру зәулім, иә. Биік машина міну, Геленваген деген сияқты. Одан кейін Европаны көргім келеді, Парижді, Нью-Йоркте болғым келеді, Таймс-скверде жүргім келеді деген сияқты. Сондай армандаудан қорқатын армандауға. Бірақ қазір мен оны ойлаймын. Жадыра, барлығы мүмкін. Қандай жағдайда, қалай келді ол маған бұл нәрсе? Мен кішкентай мақсаттарды істеп, басқа нәрсеге армандауға жолым ашылды. Мысалы мен декрет кезінде, енді барлығында, әйел адамда декретте кішкене толғасың, гормондарың өзгереді деген сияқты. Толыдым, және де мен вес тастағым келді, бірақ өзіме 10-15 килограмм деп ниет еткен жоқпын. Үлкен вес тастаймын деген сияқты. Мен 2 килограмм тастадым бір айда. Одан кейін екінші айда уже 3 килограмм тастадым, солай. Шағын қадамдардан. Өзім тастағаннан кейін өзіме ұнай бастадым. Бір кішкентай қадам жасады. Бұл мүмкін екен ғой деген сияқты. Ал сен біреудің өміріне қызығып жүрдің, басқа біреудің арықтағанын көрдің, спортпен айналысып жатыр деген сияқты. Сосын айттым, оказывается, өз-өзіңмен арпалысқан намного интереснее, қызық екен. Содан кейін сол нәрсе маған өз-өзіме деген сенімділік берді. Бұл бірінші. Екіншіден, мен декретте отырдым. Соответственно, мен ақша таппаймын. Ақша таппағаннан кейін қалай? Сенде не жоқ? Бір сенің өзіңнің ішкі дауысың жоқ сияқты ғой. Сосын мен ойладым, мен күйеуімнен көп таппайтын шығармын вообще деп бұл өмірде. Бірақ оказывается, өмірде барлығы болады екен. Сен күйеуіңнен де көп табуың мүмкін екен. Сондай периодтар болады, понимаете? Айтады ғой, бір алғашқы 5 жылдықта сендерде отбасыларыңда бір кризисный жағдайлар болады деген сияқты. Одан кейін мүмкін кей кезде ол көбірек тапты, одан кейін сен көп табуың мүмкін деген сияқты. Мен жұмыс істей бастадым, SMM болдым ма, блогер болдым. Мен күйеуімде бизнеспен кішкене проблемалар болды. Мен көп таба бастадым. Ол да маған сенімділік берді. Әр сенімділік мені үлкен армандарға қадам берді десем де болады. Одан кейін мен қатты машина жүргізгім келді. Мен бұрын мектеп кезінен армандайтынмын. Содан кейін, бірақ менде права болған жоқ. Маған бір кезде күйеуім айтты, неге оны өзің оқып алмайсың деген сияқты ой тастады. Сосын мен ойланып қалдым, на самом деле мүмкін оқып көрермін деген сияқты. Сосын 2 апта оқып, представляете, праваны мен өзім алдым. Осыдан кейін мен өз-өзіме деген сенімділігім вообще кеміген жоқ, одан сайын арта бастады. Мен егер де бұрын Дубайды армандай алмасам, қазір мен ол арманнан қорықпаймын. Ол арманды мен мақсат етіп қойдым. Және де барлығы мүмкін, бұл өмірде барлығы мүмкін. Яғни демек, егер де сіз армандаудан қорықсаңыздар, онда кішкентай мақсаттар жазыңыздар. Сол мақсатты орындаңыздар. Сол кезде сізде ішкі сенімділік, табандылық болады. Және де өз-өздеріңізді мақтан тұта бастайсыздар. Ешкімге ештеңе дәлелдемейсіздер. Просто кішкентай қадамдар. Айттыңыз ба, ертең мен ерте тұрам, сағат таңғы 8-де ерте тұрам, баламды алып, жай 12 000 шаг істеп келем. Алыңыз да істеп келіңіз. Сол кездегі это чувство бар ғой, енді күшті чувство. Осыны істедіңіз. Келесі жолы сізде уже басқа мақсат болады. Сіз ол мақсатты да орындайсыз. Одан кейін уже қолыңызға дәптер алып, мен 3 бөлмелі үйде тұрамын деп тек қана арман болмайды. Сіз уже ана нәрселерді істегеннен кейін, өз-өзіңізге сенімділік пайда болған сайын, мақсаттарыңыз орындала бастайды. Сондықтан армандаудан қорықпайық, армандайық. Неге біз Нью-Йоркта жүрмейміз? Неге Парижде Эйфель башня көрмейміз?
барлығы мүмкін. Тек қана кішкентай мақсаттар, басқа мақсаттар, бізді үлкен армандарды орындауға есік ашады. Армандайық, достар.